Қазақ халқы үшін үй тек баспана емес, әулеттің берекесі мен ырысының ордасы. Сол себепті жаңа отау көтеру, жаңа үйге көшу сәттері әрдайым ырым жоралғымен көмкерілген. Сол көне салттардың бірі босаға майлау. Бұл ырым арқылы қазақ жаңа шаңыраққа құт береке, татулық пен молшылық тілеген. Босағаларың майлы болсын, үйлеріңе ырыс құт келсін, шаңырақтарың биік болсын, бақыт пен береке кетпесін. Алас, 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 тілден алас, тілі жаманның тілінен алас, көзі жаманның көзінен алас, 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 құлағы тілінен алас. Ұмыт қалған дәстүрлер жай өткен емес. Бұл біздің тарихымыз, рухымыз. Оларды жоғалтсақ, өзімізді жоғалтамыз.